адамды өлтіру туралы талап қою бойынша қозғалған азаматтық іс Қазақстан Республикасы Азаматтық процесстік кодексінің 38-ші бабында көрсетілген. Таңғы 3:50 шамасында Самара-Шымкент тас жолында газель автокөлігі және ірі мал түйісіп жол көлік оқиғасы орын алады. Нәтижесінде газель автокөлігіне материалдық шығын келтірілді. Учаскелік полициясын шақырып, хаттама толтырып, Орал қаласының ветеринарына сиырдың құлағындағы сырғасының тиесілі кімнің сиыры екенін анықтау мақсатында тексеріске жібереміз. Нәтижесінде есімді азаматқа тиесілі екені анықталды. Алайда учаскелік полицияның толтырған хаттамасында және келтірген баянаттарында нақты көрсетілген. 24 жыл сағат 03:59 ішінде білінген нәрселер бар қосымша. Крылоның ішінде подкрыльник деген болады, фардың ішінде лампочка бері болады деген сияқты ғой, қосымша заттары ол жерде нақты көрсетілмеген.